Таңғы күннің жылы шуағы жатын бөлменің пердесінен сығалап өтіп, жүзімді нәзік сипап тұрды. Мен баяу көзімді аштым. Ұйқының соңғы табы әлі сезіледі. Қасымдағы төсек бос еді, бірақ ас үйден жеткен жаңа қайнатылған кофенің иісі күйеуімнің әлдеқашан оянғанын аңғартты. Мен әлсіз ғана жымидым. Сол бір сұмдық жол апатына 6 ай болыпты. Ол апат менің еркіндігімді тартып алған еді. Жүк көлігі тізгінге бағынбай біз отырған көлікке келіп соғылды. Күйеуім Серік тек жеңіл жарақатпен құтылды, ал мен ащы шындықпен бетпе-бет келдім. Омыртқа қатты зақым келіп, екі аяғым сал болып қалды. Сол күннен бастап менің әлем мүгедектер арбасымен ғана шектелді. Жүру қабілетінен айырылу өмірдегі ең ауыр соққы болды. Оның үстіне бұл апат анамнан айырылғаннан кейін көп ұзамай орын алды. Жүрек талмасынан көз жұмған анам бар дүние мүлкін, компаниясын жалғыз қыз ретінде маған қалдырған еді. Бірақ ол байлықтың бәрі мәнсіз көрінді. Мен енді еркін жүгіре де, билей де, тіпті саябақта өз бетімше қыдыра да алмайтын болдым. Алайда осы торығу мен қараңғылықтың арасында күйеуім мен үшін нағыз құтқарушы періштеге айналды. Ол барлық жауапкершілікті өз мойнына алды, компанияны басқарды, маған шексіз мейіріммен қамқор болды. Тәбетім болмай жатқанда өз қолымен тамақтандырып, түн ортасыма тағдырыма налый жылаған кездерімде құлағыма жұбату сөздерін сыбырлап отыратын. Жатын бөлменің есігі жай ғана ашылды. Серік қолына сүйікті таңғы асымды, сұлы ботқасы мен бір кесе ыстық шай салынған табақты ұстап кірді. Оның келбетіндегі шынайы күлкі жүрегімді әрдайым елжірететін. «Қайырлы таң, менің ханшайымым», деді ол жұмсақ даусымен. Ол табақты жаныма қойып, маңдайымнан ақырын сүйді. «Қалай ұйықтадың? Белің әлі ауыра ма?» «Қайырлы таң жаным, әлде қайда жақсы», деді мен оның қолынан ұстап. «Осындай қамқорлығың үшін рахмет. Кеше кеңсе құжаттарын кешке дейін қарап қатты шаршаған шығарсың». Серік басын шайқап шашымды сипады. «Ең сұлу жарым үшін шаршау деген сөз жоқ. Мен сенің ең жақсы нәрселерге лайық болғаныңды қалаймын. Айтпақшы, шайды ұмытпа. Аздап бал қостым, бойыңа жылу береді. Таңғы астан кейін кеңсеге барып бірер құжат алып келемін. Сосын көл жағасындағы саяжайымызға барамыз. Саған таза ауа қажет. Үйде жалығып қалмауың үшін», деді ол. Мен басымды изедім. Көл жағасындағы шағын демалыс жайы туралы соңғы күндері жиі айтылып жүрген. Серік ол жердің кешкі көрінісі мен жан дүниеме ем болады деп ерекше табандап тұрып алған еді. Мен тамақ іше бастағанымды көрген соң ол қоштасып шығып кетті. Көп ұзамай ауладан көлігінің дауысы алыстай берді. Мен терең демалып, жанымдағы ыстық шайға көз салдым. Кенет есік қайта ашылды. Бұл жолы ішке асығыс кірген біздің үй қызметшіміз Нұргүл еді. Ол мен сау кезімнен бері осы үйде жұмыс істейтін. Түрі қуқыл тартып, демі үзіліп тұр. Жаңа ғана жүгіріп келгендей, қолымдағы шаң сүртетін шүберек дірілдеп тұр. Нұргүл есікті тарс жауып, ішінен бекітіп алды. Оның бұл қылығы мені таңғалдырды. «Нұргүл, не болды? Неге есікті құлыптадың?» деп сұрадым, қолымдағы қасықты қойып. Ол маған жақындап, бөлмені үрейлене шолып шықты. Біреудің тығылып тұрған тұрмағанын тексергендей. Сосын еңкейіп, дірілдеген дауыспен сыбырлады. «Айсұлу ханым, өтінемін, мені мұқият тыңдаңыз. Бұл шайды ішпеңіз және бүгін Серікпен көлге бармаңыз». Оның көзіне жас толып кетті. Мен аң-таң болдым. Бұл сөздердің еш қисыны жоқ сияқты еді. «Не айтып тұрсың? Бұл шайды Серік дайындады, ал көлге баруды өзімізге бірге жоспарладық. Бос сөз сөйлеме, ауырып қалған жоқсың ба?» дедім мен. Нұргүл басын жайқап жылап жіберді. «Мен ауырған жоқпын. Кеше кешке Серік мырзаның жұмыс бөлмесінің жанынан өтіп бара жатып, оның телефонмен сөйлескенін кездейсоқ естіп қалдым. Кофе апарайын деп едім. Есік сәл ашық тұрған. Ол бәрі бүгінге дайын», деді. «Шайға қосылған ұйықтататын дәрі сізді әлсіретеді», деді. «Сосын егер арбаңыз абайсызда тайып кетіп, көлге құлап түссеңіз, ешкім күмәнданбайды», деді. Жүрегімнің сол сәтте тоқтап қалғандай болды. Тамырымдағы қан суып кетті. Мен қорқынышпен әйнек стақандағы шайға қарадым. Бұл рас болуы мүмкін бе? Жоқ,
Олай болуы мүмкін емес. Серік мені шексіз сүйетін адам. Ол мен үшін бар уақытын құрбан етті. Жоқ, сен қателескен шығарсың дедім мен әр сөзімді зорға айтып. Ол жұмыс жайлы айтқан, мүмкін көл маңындағы жаңа жоба туралы. Сен менің күйеуімді дәлелсіз айыптамауың керек. Дауысым сәл көтеріліп кетті. Жүрегіме баяу жайылып келе жатқан үрейді жасыруға тырысқан едім. Сол сәттен Нұргүл төсегінің жанында тізерлей кетіп қолымды қыса ұстап алды. Құдай атымен ант етемін, Айсұлу ханым, мен өтірік айтып тұрған жоқпын. Мен сіздердің үйде марқұм анаңыз тірі кезден бері жұмыс істеймін. Сіздерді өз отбасымдай көремін. Өтінемін, бүгін көлге бармаңыз. Ішім бір жамандықты сезіп тұр. Мен оның көзіне тіке қарадым. Ол жақта өтірік жоқ еді, тек шексіз қорқыныш. Ойым сан-саққа жүгірді, есімде үзік-үзік көріністер жаңғыра бастады. Расында да соңғы күндері Серік әкелетін шайдың дәмі сәл келмек тартып кеткенде еді. Әр ішкен сайын таң атқанша тас ұйқыға кетіп, ештеңені есіме түсіре алмай қалатынмын. Тағы бір нәрсе есіме түскені, Серіктің дәл осы аптада саяжайға баруды ерекше табандылықпен талап еткені. Ауа райы да жайсыз еді. Түстен кейін жиі жаңбыр жауатын. Сонда әр түні қасымда жататын, көз жасымды сүртетін сол адам менің өлімімді жоспарлап жүргеніме. Кенет жүрегім айни бастады. Ішімді қорқыныш пен күдік жайлап, ауыр таңдау алдында қалдым. Бір жағынан мен Серікті шексіз жақсы көремін, оған толық сенемін. Екінші жағынан ажалдан аман қалған әйелдік түйсігім Нұргүлдің сөзін елемеуге болмайтынын айтып тұр. Жақсы Нұргүл, мен бұл шайды ішпеймін. Қазір апарып жуынатын бөлмедегі раковинаға төгіп таста дедім дірілдеген дауыспен. Нұргүл бірден орнынан тұрып стақанды алып шығып кетті. Ол қайтып келгенде мен терең демалып, өзімді сабырға шақыруға тырыстым. Нұргүл, бәрібір мен Серікпен көлге барамын. Айсұлу Қанатқызы бармаңызшы деді ол өңі қашып. Алдымен мені тыңда дедім мен. Егер сапарды аяқ астынан тоқтатсам, Серік бірден күдіктенеді. Егер ол расында бірдеңе ойлап жүрсе, басқа жол табады. Мүмкін одан да қауіпті тәсір қолданар, ал мен оған дайын болмаймын. Мен баруым керек. Сонда ғана сенің сөзің рас па, әлде жай түсініспеушілік пе, соны анықтаймын. Бірақ маған сенің көмегің қажет. Мен Нұргүлден көптен бері қолданбай жүрген ескі телефонымды әжетхана үстелінің тартпасынан алып келуін, сондай-ақ дәрі сақтайтын герметикалық пакет әкелуін өтіндім. Телефонды қосып қуаты бар екенін тексердім де, жасырын дыбыс жазу режимін қостым. Оны пакетке салып, мықтап жаптым су өтпейтіндей етіп. Сосын бүгін киетін қалың күртемнің жасырын қалтасына салып қойдым. Нұргүл, егер мен ертең таңға дейін оралмасам, немесе маған бірдеңе болса, бірден біздің отбасылық заңгеріміз Әділбек Сәрсенұлына бар. Оның үйін білесің ғой. Бәрін айт, не істедің, соның бәрін жеткіз. Нұргүл көз жасын сүртіп басын изеді. Жақсы, Айсұлуғаның бәрін орындаймын. Тек абай болыңыз. Бір сағаттан кейін Серік үйге оралғанда, мен киініп, арбамда отырған күйі бір қалыпты сияқты кейіп танытып отыр едім. Ол тумбочкадағы бос стақанды көріп, қатты қуанды. Шайды ішіп қойды деп ойлады. Ол мені нәзіктікпен көлікке отырғызды, арбамды бүктеп, жүксалғышқа салды. Көл жағасындағы саяжайға дейінгі жол бойы жүрегім атша тулап тұрды. Ішімнен қайта-қайта дұға жасап, Нұргүлдің айтқандары қате болса екен деп тіледім. Күйеуім мені шынымен сүйеді деп сенгім келді. Қала орталығынан саяжайға дейін шамамен 2 сағаттай жол еді. Көліктің ішінде ауа маған тұншықтырардай сезілді. Серік болса сүйікті әндерімізді қосып, өткен күндерден естеліктер айтып күліп отырды. Бірақ енді оның әрбір күлкісі бетперде сияқты көрінді. Мен де амалсыз күліп, орынды жерінде жауап беріп, өзімді әлсірегендей көрсеттім. Таңғы шайдағы ұйықтататын дәрі әсер ете бастағандай ишара жасадым. Біздің саяжай негізгі жолдан шалғай орналасқан еді. Айналасы қалың қарағайлы орман, ал алдында терең оңаша көл жатыр. Жақын маңда басқа үй жоқ. Бір кезде бұл жер анам екеуміз ең сүйікті демалыс орнымыз болатын. Ал қазір көлік терезесінен қараған сайын қараңғы тұнық су маған өзіне шақырып тұрған моладай көрінді. Серік көлікті аулаға қойды. Арбамды шығарып мені отырғызды. Кешкі жел қатты соғып, өңменмен өтіп детін суық әкелді.
Мен көртеме қымтана түсіп, қалтамдағы телефонның жазып тұрғанын тексердім. Ауа қандай таза, байқап тұрсың ба? Дәл мен айтқандай, деді Серік арбамды көлге қарай созылған ағаш пирске қарай итеріп бара жатып. Пирс бос емес еді. Көл бетінде батып бара жатқан күннің қызғылт сары сәулесі шағылысып тұр. Романтикалық болуы тиіс көрініс менің бойымды қалтыратып жіберді. Ішкі түйсігім айқайлап, қайт, үйге қайт деп тұрды, бірақ тілім байланып қалғандай. Мен әлі де оның жай ғана күн батуын бірге тамашалағысы келгеніне сенгім келді. Серік арбамды пирстің дәл шетіне тоқтатты. Алдымызда шексіз терең көл. Су бетінде өзіммен бозарып кеткен жүзімді көрінді. Қымбаттым, ана жаққа қарашы, күн қандай әдемі, деді ол. Қолдары арбамның тұтқасында, дауысы тып-тыныш, қалыптан тыс тыныш. Иә, өте әдемі, Серік, бірақ мұнда суық екен. Үйге қайтсақ қалай? Басымда сәл айналып тұр, дедім мен, оны сынап. Бірақ ол арбаны бұрмады, керісінше тұтқаны қаттырақ қыса түсті. Мен арбаның дірілдегенін сездім. Ол оны сәл артқа тартып итеруге дайындалып жатқандай еді. Жүрегім кеудемнен шығып кетердей дүрсілдеді. Нұргүлдің ескертуі құлағымда жаңғырып тұрды. Кенет Серік еңкейіп құлағыма жақындады. Оның демі мұздай суық еді. Даусында енді мейірім де, жылулық та жоқ, тек суық, сұмдық қатыгездік қалды. Өл ақымақ, бәрі енді менікі болады, деп сыбырлады ол өшпенділікке толы үнмен. Мен бұл сөздің мәнін ұғып үлгермей жатып, ол арбамды бар күшімен алға итеріп жіберді. Әлем төңкеріліп кеткендей болды. Денем ауыр темір арбамен бірге ауаға көтеріліп, бір сәт қалқып тұрды да келесі мезетте тарс етіп көл бетіне соғылды. Мұздай су әп сәтте бүкіл денемді жұтып қойды. Судың соққысы тәнімді күйдіргендей болды. Көзімді аштым, бірақ тек қараңғылық пен лайлы судан басқа ештеңе көрінбеді. Үнсіз айқайлағандай болып, аузымнан ауа көпіршіктері шығып жатты. Темір арба денемді қараңғы тұңғиыққа қарай сүйрей жөнелді. Бұрынғы қорғаныш болған қауіпсіздік белдігі енді өлім құрсауына айналып мені қысып тастады. Өкпем күйіп бара жатты. Маған ауа керек еді. Жанымды шексіз қорқыныш билеп ойымды тұмшалады. Серіктің жүзі, оның мысқыл күлкісі мен соңғы айтқан сөздері санамда қайта-қайта жаңғырып тұрды. Мен ең қатты сүйген өмірімді сеніп тапсырған адам, байлық үшін менің өлімімді жоспарлаған сұмдық жан болып шықты. Жүректегі ауырсыну көлдің мұздай суынан да күшті еді. Бұл сатқындық жанымды күл талқан етті. Санама қараңғылық үйіріле бастаған сәтте кенет омыртқам бойыммен найзағадай күшті діріл өтті. Сатқындықтың соққысы, мұздай су және өлім қаупі денемде адреналиннің алапат тасқынын туғызды. Сол сәтте бұрын аяқтарымдағы жүйкелерді тежеп тұрған белгісіз бір бөгет кенет бұзылғандай болды. Өзім де байқамай аяқ башпайларымды қимылдаттым. Санымнан табаныма дейін бір жылы леп жүгіріп өтті. 6 ай бойы жансыздай болған аяқтарым кенет судың қысымын сезінді. Кеудемде өмір сүруге деген құштарлық лап ете түсті. Мен бұлай өлмеуім керек. Мен бұл жауызға жеңіс бермеймін. Бар күшімді жинап, ішімдегі белдікті сипалап таптым. Суықтан жансызданған саусақтарым құлыпты әрең басуға тырысты. 1 секунд, 2 секунд, шарт, белдік босап кетті. Арбаның ауыр салмағы мені босатып өзі көлдің түбіне қарай зымырап кетті. Мен аяқтарымды қозғалтып, судың серпілуіне тырыстым. Ғажайып, аяқтарым шынымен де миымның бұйрығына бағынды. Қимылдар әлсіз дірілдеген болса да, сәл серпіліс маған күш берді. Мен бар жанымды салып жоғарыдағы әлсіз жарыққа қарай жүре бастадым. Өкпем шегіне жетті, жарылып кетердей. Тағы сәл, тағы аз ғана деп ішкі даусым айқайлап тұрды. Ақыры басым су бетіне шықты. Мен дыбыс шығармай ауаны ашқарақтана жұта бастадым. Бетімді су сөрпіп, бірден ағаш пирстің астына тығылдым. Қайта батып кетпеу үшін мүк басқан ағаш бағанды құшақтап алдым. Денем қалтырап, тістерім сақылдап тұрды, бірақ қозғалмауға тырыстым. Сол сәтте дәл төбемде пирстің үстінде аяқ дыбыстары естілді. Мен демімді ішіме тартып тыңдадым. Қалай бәрі дайын ба деген әйел дауысы шықты. Жүрегім тағы шым етті. Бұл менің студент кезден бергі ең жақын құрбым.
Гүлмира Ерланқызының дауысы еді. Маған жиі келіп, жеміс әкеліп, менімен бірге жылап, қайғыма ортақтасып жүрген сол құрбы. Бәрі ойдағыдай өтті, деді Серік. Дауысы жеңіл, бейқам, кәдімгі қоқыс тастағандай сөйлеп тұр. Ана ақымақ арбасымен бірге көл түбіне кетті. Кеше бастан беріп жүрген ұйықтататын дәрінің әсерінен қарсыласуға шамасы болған жоқ. Енді бірнеше сағат күтеміз. Сосын полицияға хабарласып, мүгедек әйелім абайсызда көлге құлап кетті деп, күйзеліске түскен күйеу рөлін ойнаймын. Жоғарыдан сыбыр күлкі естілді. Ағаш тақтайлардың арасынан сығалап қарадым. Гүлмира Серікті құшақтап тұр. Ақыры бітті жаным. 6 ай бойы қамқор құрбы болып, оның жылауын тыңдаудан шаршадым. Оған қараудың өзі жиіркенішті болды, деді ол суық үнмен. Енді компанияның барлық активтері, саяжай, банктегі ақша бәрі саған өтеді. Біз ақыры ресми түрде үйленіп, бұл жерден кетеміз. Әрине жаным, бәрі біз үшін, деді Серік оның ернінен сүйіп. Ыстық жас мұздай бетімнен төмен сырғып жатты. Суықтан келген ауырсыну жүрегімнің күйреуімен салыстырғанда түк емес еді. Күйеуіммен ең жақын құрбым мені суыққанды түрде өлтіруді жоспарлаған. Олар менің артымнан күліп, азабымды мазақ етіп, мұраға қол жеткізу үшін ыңғайлы сәтті күткен. Мен көзімді қатты жұмдым. Әлсіз сал болып қалған Айсұлу осы көлдің түбіне өліп қалды. Ал пирстің астында тұрған енді мүлде басқа жан. Жүрегімдегі қайғы мен мұң біртіндеп сейілді. Оның орнын жалындаған ашу басты. Суық қатыгез кек санамды билей бастады. Олар әрбір көз жасын үшін жауап береді, әрбір сатқындығы үшін құнын төлейді. Енді мен тірі қалуым керек. Бұл көлден ешкімге байқатпай шығудың жолын тауып, оларға ең ауыр соққы беретін кез келді. Мен күртемнің қалтасында қолымды салып, су өтпейтін пакеттегі телефонымды сипап таптым. Олардың жаңа ғана жазылған әңгімесі менің алғашқы қаруым еді. Соғыс енді ғана басталды. Уақыт тоқтап қалғандай болды. Мен дымқыл мүк басқан ағаш пирстің астында үнсіз тығылып тұрдым. Түн баяу қоюланып, күннің соңғы шапағын қалың әрі үрейлі қараңғылық басып алды. Көл маңындағы ауа сүйіктен өтердей суып кетті. Денемнің бір бөлігі әлі де мұздай су ішінде еді. Енді екі қолыммен пирс ағашының тереуін құшақтап, ағыс алып кетпеуіне жанұшыра қарсы тұрдым. Тістерім сақылдап, ернім көгеріп кеткендей. Жоғарыда күйеуім Серік пен сатқын Гүлмира аяқтары дыбыстары бірте-бірте алыстап, ақыры мүлде жоғалды. Сәлден соң көлік қозғалтқышының үні естіліп, олардың саяжай ауласынан кетіп бара жатқанын анық сезілді. Олар әдейі кетіп бара жатыр, өздеріне жалған алиби жасау үшін. Бәлкім жолай бір мейрамханаға немесе жанармай бекетіне соғар. Сосын Серік саяжайға қайта оралып, мүгедек әйелін көлге құлап кетті деп жалған күйзеліс сахнасын бастайды. Жоспар аса мұқият, қатыгез әрі адамшылықтан ада еді. Мен мұнда қала алмайтынымды түсіндім. Тағы біраз тұрсам, мұздай су мені үсік шалдырып біртіндеп өлтіреді. Бар күшімді жинап, ағаш тіреуден босатып, пирстен алыстай жүзе бастадым. Жағалауға қалың бұта мен биік жабайы шөп басқан жерге қарай бағыт алдым. Әр қимыл азапқа айналды. 6 ай бойы қимылсыз жатқан аяқтарым енді шегіне жеткендей жұмыс істеп тұр. Сирағым мен саны мыңдаған енемен шаншылғандай күй кешті. Ақыры ұзақ арпалыстан кейін қолым су түбіндегі салқын лайға тиді. Мен өзімді жағаға сүйреп шығарып, ауыр тыныстап, жерге құладым. Бар күшім таусылған. Бетімнен қара жерге жатып, көкірегім дүрсілдеп, ылғалды түнгі ауаны жұтып жаттым. Үстімдегі қалың күрте суға малшынып, ауырлап кеткен, бірақ оны шешуге батылым бармады. Қалтасындағы телефон менің жалғыз дәлелім еді. Сәл есін жиып, әрі қарай еңбектей бастағаным сол еді. Кенет түн тыныштығын жарып, өткір сирена үні шықты. Жүрегім атқақтап кетті. Бұталардың арасынан қарасам, қарағайлардың арасынан қызыл-көк шыпылықтаған жарықтар көрінді. Полиция мен құтқарушылар. Серік мен ойлағаннан да тез әрекет еткен. Ол өзінің ойынан бастап үлгерген. Орман арасынан оның дауысы естілді. Қарлығып, абыржығандай мінсіз актерлық. Көмектесіңдер, әйелім құлап кетті, өтінемін табыңыздар. Ол мүгедек, жүзе алмайды, өтінемін құтқарыңыздар. Көзіме қайтадан ашу жасы келді. Неткен жиіркенішті адам.
өзі мені өлімге итеріп жіберген қолдарымен енді қайғылы күйеу болып айқайлап тұр. Қуатты шамдар көл бетін, пирс маңын шарлай бастады. Құтқарушылар төмен түсіп, аумақты тексеруге кірісті. Мен бұл жерден дереу кетуім керек. Егер қазір мені тауып алса, менде нақты дәлел жоқ. Телефон су тиіп істен шығуы мүмкін. Ал Серіктің ақшасы, билігі, мықты алибиі бар. Ол бәрін төңкеріп жібере алады. Жол апатынан кейін әйелімнің психикасы бұзылған деп те айта салады. Телефонды да жұбату үшін тартып алуы мүмкін. Жоспар құрмай тұрып, қолға түсуге болмайды. Бар күшімді жинап, бұталардың арасымен еңбектей бастадым. Тікенектер бетім мен қолымды тіліп жатты. Бірақ мен оны сезер халде емес едім. Кенет оң аяғымды қатты құрысу қысып қалды. Мен құрғақ жапырақтардың үстіне құлап, сирағымды ұстап, ауырсынып ыңыранып қалдым. Көзіме жас еріксіз келді, денем шегіне жеткен еді. Көзім қарауытып, суық жанымды мұздата бастады. Осымен бәрі бітті ме? Сол сәтте дыбыс шығарма, жерге жата тұр деген бәсең қарлығыңқы дауыс қараңғылықтың сыбырлай естілді. Мен селк етіп айқайлап жібере жаздадым. Қашуға тырыстым, бірақ денем бағынбады. Қараңғылықтан бір адамның сұлбасы шықты. Бұлт арасынан түскен ай сәулесі оны айқындап берді. Күнге тотыққан жүзі бар, өрілген қалпақ киген, балық иісі сіңген ескі күртеше жамылған қарт адам. Мойнында шағын дүрбі, қолында балық аулайтын тор. Кім, сіз кімсіз, маған тиіспеңіз деп тым әлсіз ғана. Қарт маған жақындап, бірақ үркітпеу үшін ара қашықтық сақтап отырды. Жүзі байсалды, жанашыр еді. Атым Серікбай, балықшымын. Көлдің арғы бетінде жиі боламын. Қорықпа қызым, мен жаман адам емеспін. Кештен бері бәрін көріп тұрдым. Анау еркектің саған не істегенін көрдім. Көзім шарасынан шықты. Сіз бәрін көрдіңіз бе? Ол баяу басын изеді. Иә, алғашына көзіме елестеді ме де ойладым. Бірақ ол сені итеріп жіберіп, кейін қайтып келіп, полиция шақырып, жыламсырап тұрғанын көргенде бәрін түсіндім. Мен жағалаумен жүрдім. Сен тірі қалуға тырысасың деп сендім. Ол маған қолын созды. Жүр, мұнда қала алмайсың. Қазір иттер әкеледі, суықтан қатып қаласың. Мен оның көзіне қарап, жалғандық іздедім, бірақ таппадым. Ішкі түйсігім сыбырлады. Бұл сенің бүгінгі түндегі жалғыз құтқарушың. Ойланбастан әлсіз ғана бас изедім. Серікбай торын бір жаққа қойып, мені тұрғызуға көмектесті. Дірілдеген денемді сүйемелдеп, қараңғы қарағайлы орманмен алға қарай жүрдік. Полиция көріп қоймас үшін негізгі жолдан аулақ жүрдік. Әр қадам азап, бірақ Серікбай сыбырлап дем беріп отырды. Біршама жүрген соң біз негізгі тас жолда тасада жатқан қара жолға шықтық. Қара жолдың шетінде бояуы қабыршақтанып кеткен ескі пикап тұр екен. Кузовында көкөніс пен балық иісі сіңген бос өрілген себеттер жатыр. Артында бөлігінде шығыңыз қызым, себептердің арасына жасырынып, мына қалың брезентпен жабыныңыз. Үйіме жеткенше дыбыс шығармаңыз, деді Серікбай маған көтерілуге көмектесіп. Мен бірден бұрышқа бүрісіп, үстіме шаң басқан ауыр брезентті тарта салдым. Топырақтың шіреген, көкөністің және балықтың иісі араласып кеткен. Бірақ дәл қазір бұл иіс күйеуімнің жағымсыз әтірінен әлдеқайда жағымды еді. Қозғалтқыш күрсіне гүрілдеп, ескі көлік қараңғы ауыл жолмен баяу жылжи бастады. Жол бойы тіземді құшақтап полиция патруль тоқтатпаса екен деп іштей жалбарынып отырдым. Шамамен 30 минут өткенде маған мәңгілікке созылған көрінген көлік тоқтады. Қозғалтқыш өшті. Серікбай брезентті ашып қолын созды. Бір өзен сағасының жиегінде қала шуынан алыс, көзге түспейтін шағын ағаш лашыққа келіппіз. Ол мені ішке бастады. Бөлме өте қарапайым, тек көмескі шары шаммен жарық беріп тұр. Мына орындыққа отырыңыз. Мен су қайнатып, құрғақ киім әкелемін. Әйелім бірнеше жыл бұрын қайтыс болған, бірақ киімдері сақтаулы. Киіп көресіз бе, деді ол сыпайы үнмен. Мен сықырлаған ағаш орындыққа отырып, жан-жағыма көз тастадым. Бұл лашық дәл қазір мен үшін ең қауіпсіз паналық еді. Серікбай ас үй жаққа кеткенде, мен дірілдеген қолмен күртемнің қалтасынан телефонды шығардым. Герметикалық пакетке абайлап аштым. Телефон жұмыс істеп тұр. Экран әлсін-әлсін жыпылықтап, батареяның аз қалғанын көрсетсе де,
Дыбыс жазбасы аман сақталған. Мен терең демалып, қайтадан жасқа толған көзімді сүрттім. Осы бір түнде мен бәрінен айырылдым. Күйеуімнен, құрбымнан, сенімімнен. Бірақ дәл осы түнде мен өмірімді қайта таптым. Аяқтарымды да Серікбай бұрқыраған зімбір шайы мен таза құрғақ киім әкеліп кірді. Ішіңіз қызым, зімбір денеңізді жылытады, сосын бірден киім ауыстырыңыз. Бұл жерде ешкім білмейді, тек жергілікті балықшылар ғана, деді ол. Мен кесені екі қолмен ұстап алдым. Шайдың жылуы тамағымды қыздырып, жанымды сәл де болса жұбатты. Рахмет сізге, Серікбай аға. Сізді қалай алғыс айтарымды білмеймін. Егер сіз болмасаңыз, мен бүгін тірі болмас едім, дедім. Ол жымиып көзіндегі әжімдері тереңдей түсті. Адам адамға көмектесуі керек, қызым. Әсіресе әділетсіздік көргенде. Демалыңыз, ертең не істеу керегін ойласармыз. Мұндай зұлым жандар жеңбеуі тиіс. Оның сөздері бойыма қайтадан күш құйды. Иә, Серік жеңбеуі керек. Бұл қойылым олардың көз жасынан аяқталуы тиіс. Мен осы ескі лашықта күш жинап, уақыты келгенде бәрін тасталқан етемін. Таң ата шағалалардың шуылы мен өзен толқынының сыбдыры мені мазасыз ұйқыдан оятты. Көзімді баяу ашып төбедегі өрілген жапырақтарды көрдім. Кенет кешегі сұмдықтың бәрі қайта есіме түсті. Бұл түс емес еді. Мені шынымен сатып кетті. Көлге итеріп жіберді. Ал қазір мен балықшының лашығында тығылып отырмын. Мен жұқа төсенішпен тұруға тырыстым. Денемді өткір ауырсыну тілгілеп өтті. Арқа мен аяқ бұлшықеттерім қатайып, жаншылып кеткенде ауырып тұр. Бірақ сол ауырсынудың астарында шексіз шүкіршілік сезімі бар еді. Мен аяқ башпайларымды қимылдаттым, сосын тіземді бүктім. Әлсіз дірілмен болса да, аяқтарым қайтадан жұмыс істеп тұр. Кешегі ғажайып әлі жоғалмаған. Сол сәтте Серікбай ішке кірді, қолында қайнатылған картоп пен ыстық шай. Қайырлы таң, қызым, оянғаныңыз жақсы болды. Мынау қарапайым таңғы ас, деді ол әдеттегі жылы жүзбен. Қайырлы таң, Серікбай аға, рахмет сізге. Маған қызым деп айта беріңізші, дедім қабырғаға сүйеніп отырып. Аздап картоп жеп, әл дәрмен жинаған соң уақыт жоғалтуға болмайтынын түсіндім. Қазір Серік полиция арқылы менің өлімімді рәсімдеп жатқан болар. Мен сенетін жалғыз адам бар. Марқұм әкемнің досы, біздің отбасылық заңгеріміз. Серікбай аға, телефоныңызды бір сәтке бере аласыз ба? Маған заңгерге қоңырау шалу керек, дедім үмітпен. Ол бірден келісіп, қалтасынан экраны сылған ескі телефонды шығарды. Әрине, бірақ бұл тек қоңырауға арналған, интернет жоқ, нөміріңіз сақтаулы болса болды, деді. Мен телефонды алып нөмірді тере бастадым. Бала кезден маңызды нөмірлерді жаттап алатын әдетім бар еді. Бірнеше ондық санды баяу теріп, құлағыма тағадым. Гудок, жүрегім атқақтап барады. Нөмір өзгеріп кетсеше, жауап бермесеше. Алло, кім бұл, деген жасы үлкен нық дауыс естілді. Бұл Әділбек Сәрсенұлының дауысы еді. Әділбек аға, бұл мен Айсұлу, дедім. Дауысым дірілдеп. Арғы жақта үнсіздік орнады. Сосын бірдеңенің құлаған дыбысы шықты. Шамасы кесе болса керек. Айсұлу, құдайым-ау, бұл шынымен сен бе, қарағым? Таңғы жаңалықта сені кешке көлге батып кетті деп айтып, денең табылмады, деді. Күйеуің журналистердің алдында жылауын тоқтатар емес, деді Әділбек, дауысы абыржулы әрі сенімсіз шығып. Мен тірімін, Әділбек аға, ол мені құтқармақ болған жоқ. Керісінше өзі көлге итеріп жіберді. Мені өлтіргісі келді. Бұл істі ол Гүлмирамен бірге жоспарлаған. Маған сіздің көмегіңіз керек. Мен қазір жасырынып жүрмін, қорқамын. Егер тірі екенімді білсе, мені қайта өлтіруі мүмкін. Арғы жақтан ауыр күрсініс естілді. Құдайым-ау, қандай сұмдық. Қайдасың, қарағым, орныңды айт. Қазір-ақ барамын. Ешкімге хабарласпа, тек маған ғана сен, деді ол қатаң үнмен. Мен оған Серікбай ағайдың лашығына қалай жетуге болатын егжей-тегжейлі түсіндіріп бердім. Қоңырауды аяқтап, телефонды Серікбайға қайтардым. Көңілім сәл орныққандай болды. Көмек жолда еді. 2 сағаттан кейін биік шөп басқан аулаға қара түсті, әйнектері күңгірттелген жеңіл көлік келіп тоқтады. Есік ашылып, Әділбек аға асығыс кіріп келді. Ол жалғыз емес еді. Артынан қара портфель ұстаған тағы бір егде кісі ілесті. Мен оны бірден таныдым.
Бұл жол апатынан кейінгі алғашқы айларда мені емдеген невропатолог Данияр Оразұлы еді. Күйеуім басқа ем тәсілін іздеймін деген сылтаумен оны жұмыстан шығарып жіберген болатын. Әділбек аға лашыққа кіріп, мені көрген сәтте қатты құшақтап алды. Құдайға шүкір тірі екенсің қарағым, кешір мені, осы 6 айда сені қорғай алмадым. Күйеуің туыстарыңды жолатпады. Үйге күзет қойып, мені де кіргізбей қойды. Ештеңе кетпейді Әділбек аға. Бастысы біз енді жолықтық дедім көз жасымды сүртіп. Бірақ Данияр дәрігер неге сізбен бірге? Әділбек аға терең күрсініп, дәрігерге ишара етті. Данияр Оразұлы портфелін ашып, маған таныс қалың медициналық құжатты шығарды. Айсұлу, сен білуге тиіс өте ауыр шындық бар, деді ол байыпты үнмен. Лашық іші бірден түнеріп кеткендей болды. 6 ай бұрынғы апаттан кейін омыртқаң шынымен ауыр зақым алды. Бірақ бірнеше операция мен емнен соң 2-ші айда жүйке жүйесі қалпына келе бастаған. Физикалық тұрғыдан аяқтарын жұмыс істеуге дайын еді. Мен аң-таң болып қалдым. Не дейсіз, егер аяқтарым дұрыс болса, неге мен оларды қимылдата алмадым? Неге мен айлар бойы арбада отырдым? Дәрігер құжаттағы бір жолды көрсетті. Бұл психомастикалық салдану, апаттағы шок, қорқыныш, анаңнан айырылу бәрі қосылып, санаңда қорқыныш бөгетін құрған. Миың аяқтарға сигнал жіберуден бас тартқан. Салдану шынайы болды, бірақ мәселе сүйікте емес, санада еді. Оның сөздері найзағайдай қадалды. Мен мұны күйеуіңіз сол кезде ақ толық түсіндіргенмін, деді ол өкінішпен. Психотерапия мен тұрақты ем қажет екенін айттым, бірақ ол ашуға мініп, мені жұмыстан шығарды. Бар емді өзі бақылауға алды. Ол саған шындықты айтуыма жол бермеді. Басым айналып кетті. Демек, осы уақыттың бәрінде серік мені әдейі мүгедек күйінде ұстаған, мені толық тәуелді ету үшін. Кешегі көлдегі оқиға бәрін өзгертті, деді дәрігер. Өлім қаупі, мұздай су, қатты қорқыныш денеңде адреналиннің күшті толқынын туғызды. Сол адреналин сенің санаңдағы бөгетті бұзды. Ішкі түйсігің өмір үшін күресіп, аяқтарымды қайта оятып жіберді. Көзімнен ашу жас парлап кетті. Енді бәрі түсінікті болды. Күн сайын ішкен кермек шай, ол ұйықтататын дәрі болған. Санама келіп қалпыма келуіме жол бермеу үшін. Күйеуім менің денемді де санамды да толық бақылауда ұстаған. Тірі қуыршақтай. Мен әрең тіл қаттым. Онда оның шын мақсаты не? Неге бұлай жасады? Ақшамды пайдалануға онсыз да мүмкіндігі бар еді. Неге мені өлтіргісі келді? Әділбек аға шаршаған күйде бетін сипап, тағы бір құжатты шығарды. Өйткені сен берген өмір оған жеткіліксіз болды. Ол құжатты алдына қойды. Мен көзіме сенбедім. Қағаздағы сандар есімнен тандырарлық еді. Сенің күйеуің құмар ойынға тәуелді. Апатқа дейін шетелде ойнау үшін аса қауіпті қылмыстық топтан қарыз алған. Қарызы өсіммен бірге ондаған миллионға жеткен. Ол топ енді оның өміріне қауіп төндіре бастаған. Күйеуің тығырыққа тірелген, деді Әділбек ауыр үнмен. Мен бірден қарсы шықтым. Қарызын өтеудің жалғыз жолы біздің отбасының ірі активтерін қолма-қол ақшаға айналдыру, ұзақ мерзімді депозиттерді бұзу және компанияның бақылау пакетін сату. Бірақ ол мұны менің қолымсыз немесе саусақ ізімсіз жасай алмайды. Дәл солай, деді Әділбек аға. Сондықтан оған сенім, өлімің қажет болды. Анаңның өсиеті бойынша егер сен бала-шағасыз қайтыс болсаң, барлық мұра заңды түрде күйеуіңе өтеді. Менің жұдырығым түйіліп, тырнақтарым алақаныма батып кетті. Ол келесі аптаға нотариуспен және банкпен кездесуді белгілеп қойған. Барлық активтерді өз атына аудармақ, ал құжаттарды заңды етіп рәсімдейтін нотариустың кім екенін білесің бе? Менің жүрегім шым ете қалды. Гүлмира, дұрыс, ол қаладағы беделді нотариалдық кеңседе жұмыс істейді. Екеуі бірігіп жоғары деңгейдегі қастандық құрған. Күйеуің сені өлтіреді, ал ол барлық құжатты заңды етіп көрсетеді, деді Әділбек аға тісін қайрап. Лашық іші тып-тыныш болып қалды. Бізде уақыт аз, Айсұлу. Телефоныңдағы жазба жақсы бастама, бірақ жеткіліксіз. Егер денің табылмаса, олар мықты адвокат жалдап, жазбаның шынайылығын жоққа шығаруы мүмкін. Сол сәтте менің ішімдегі қорқыныш, күдік, күйзеліс бәрі ғайып болды.
Олардың жүйелі суыққанды жоспарын түсінгенде ішімде бірдеңе түбегейлі өзгерді. Көл түбінде менің қорқынышым бірге батып кеткен еді. Оның орнын салқын есеп пен кек басты. Мен кезекпен Әділбек аға, Данияр Оразұлына және Серікбай ағаға қарадым. Жүзім қатайып, көзімде бір тамшы жас қалмады. Егер бір ғана жазба жеткіліксіз болса, онда олар жоққа шығара алмайтын нақты дәлел табуымыз керек дедім сабырлы, бірақ нық дауыспен. Әділбек аға, біз Серіктің ойын қарыздарына қатысты түп нұсқа жазбаларды қайта сақтайтын анықтауымыз керек. Егер оның қаржылық себебін дәлелдесек және оны Гүлмирамен бірге банк алдында жалған құжат рәсімдеп жатқан сәтінде ұстасақ, олар құтыла алмайды. Әділбек аға маған мақтанышпен қарады. Ол енді әлсіз қызды емес, күрескерді көріп тұр еді. Келістік. Біз олар күтпеген жерден соққы жасаймыз. Жоспарды осы жерде құрып, өздері қазған тұзаққа өздерін түсіреміз. Сол сәтте менің жан дүнием өзгерді. Қорқыныш салқын, дәл есептелген кекке айналды. Серік өзін әлсіз бір құсқа батып кеткен деп ойлаған шығар. Бірақ ол байқамай жүрегін жұлып алуға дайын жолбарысты оятты. Денсаулығын біршама тұрақталған соң, Данияр Оразұлы күдік тудырмас үшін ауруханаға қайтуға мәжбүр болды. Лашыққа енді тек мен, Әділбек аға және Серікбай аға қалдық. Күн жылы болғанымен жүрегімді сатқындық мұзы әлі қарып тұр. Мен орнымнан тұрып көруге тырыстым. Серікбай аға маған ағаш бұтағынан мықты таяқ жасап берді. Әр қадам сынған әйнек үстімен жүргендей ауыр, бірақ мен берілмедім. Бөлменің ішінде ары-бері жүріп ұйқыдағы бұлшықеттерімді қайта ояттым. Әділбек аға әр қозғалысымды мұқият бақылап отырды. Көзінде үміт пен алаң. Сосын ол портфелін ашып, анамның компаниясына қатысты қаржылық құжаттарды шығарды. Оларды үстелге жайып, маған байыппен қарады. Айсұлу, біз жоспарды өте мұқият құруымыз керек. Серік айлакер адам. Ол жалғыз емес, Гүлмираның заңдық жүйеге қолжетімділігі бар. Олар жалған құжаттарды мінсіз етіп жасай алады. Егер біз жай ғана полицияға барсақ, олар бәрін жоққа шығарады. Тіпті жазбаны жасанды интеллект арқылы жасалған деп айтуы мүмкін. Біз олардың өтірігінің түбін қопаруымыз керек. Мен қайта отырып таяқты жаныма қойдым. Онда не істейміз? Оның басты себебі ойын қарызы екенін қалай дәлелдейміз? Мұндай астыртын ұйымдардың қаржысын бақылау қиын емес пе? Әділбек аға жұмбақ жымиып қойды. Тәжірибелі заңгерлердің қарсылығынсыз әлсіз тұсын тапқандағы жымиысы. Иә, олар ресми банк жүйесін қолданбайды, бірақ Серіктің бір әлсіз тұсы бар. Тәкаппарлық және самадан тыс ұқыптылық. Құмар ойыншылар әр тиынын жазып жүреді. Қанша ұтты, қанша ұтылды, кімге қарыз. Мен жалдаған екі детективтің айтуынша, Серік барлық жазбасын қара былғары мұқабалы шағын дәптерде сақтайды. Онда оның барлық қарызы, өсімі, аты жөндер, төлем кестелері бар. Компьютерде сақтамайды, бұзып кіреді деп қорқады. Менің жүрегім дүрсілдеп кетті. Ол дәптер қайда? Менің үйімде, оның жұмыс бөлмесіндегі жасырын сейфте деді Әділбек аға анық үнмен. Мен денемді ішіме тартып қалдым. Серіктің кабинеті әрдайым құлыптаулы болатын. Мен мүгедек болғаннан бері ол ешкімді кіргізбейтін. Тіпті Нұргүлді тек өзі бар кезде ғана тазалауға рұқсат беретін. Егер дәптер сонда болса, бізде үлкен мүмкіндік бар дедім. Бірақ бір нәрсе есіме түсті. Үйдегі қауіпсіздік жүйесі қазір өте қатаң. Серік апаттан кейін үйдің әр бұрышына бейне бақылау орнатты. Әділбек аға оның кабинетіне кіру іс жүзінде мүмкін емес. Үйдің бәрі камераға толы, ал сейфтің жалғыз кілті өзінде. Біз ол дәптерді қалай білдірмей аламыз дедім, қабағымды түйіп. Әділбек аға маған сенімді көзқараспен қарады. Бізге ішке кірудің қажеті жоқ. Ол үйде біздің сенімді көзіміз бен құлағымыз бар. Нұргүл Талғатқызы. Мен күмәнмен қарадым. Нұргүл ме? Ол қатты қорқып жүр. Серік біліп қойса, оған зиян келтіруі мүмкін. Ол бүгін таңертең өзіме хабарласты деді Әділбек аға. Жаңалықтан сенің жоғалып кеткеніңді көріп, қатты жылаған. Мен оған сенің тірі екеніңді айттым. Нұргүл өте батыл әйел. Сенің анаңа деген адалдығы үшін бәріне дайын. Мен үнсіз тыңдап отырдым. Ол айтты, ертең таңертең Серік үйдің ауласында баспасөз мәслихатын өткізеді. Қоғамды алдамақ.
Сол кезде бүкіл назар сыртта болады. Күзет те, журналистер де соған алаңдайды. Бұрышта отырған Серікбай аға басын изеді. Адам жұрттың назарын көзіне аударып, жалған қайғыны ойнап жүргенде аса сақ болмай қалады. Әділбек аға оның сөзін қостады. Дәл солай, мен Нұргүлге нұсқау бердім. Серік камера алдына жылап тұрғанда, ол қонақ бөлмесіндегі жуынатын бөлмеден өтетін жасырын есігі арқылы кабинетке кіреді. Мен таңғалып кеттім. Балалық шағында тығылмақ ойнайтын сол есік. Серік ол туралы білмейді. Нұргүлдің міндеті дәптерді ұрлау емес. Егер ол жоғалса, Серік бірден күдіктеніп, жоспарын тоқтатады. Оның міндеті дәптердің әр бетін телефонына түсіріп, маған жіберу, сосын орнына қайта қою. Мен баяу бас изедім. Бұл жоспар өте қауіпті еді, бірақ жалғыз дұрыс жолы осы. Нұргүлдің батылдығын елестетіп, жүрегім шымырланып кетті. Егер біз оның қарыздарын дәлелдейтін фотосуреттерді алсақ, банк барлық операцияны тоқтатады, ал полицияға бұл қастандықтың нақты себебі болады. Демек, нық үнмен: жақсы, дәлелді Нұргүл арқылы аламыз. Сосын бірден келесі сұрақты қойдым: ал Гүлмира ше? Оның жазасыз қалдыра алмаймыз. Әділбек аға үстелдегі қағаздардың бірін көрсетті. Ертең түстен кейін ол өз нотариалдық кеңсесінде барлық құжаттарды рәсімдейді. Полиция сенің өлімді куәлігіңді берген соң, олар бірден активтерді Серіктің атына аудармақ. Олар сатып алған банк қызметкерімен бірге жабық бөлмеде жеңістерін тойлайды. Оның дауысы суық әрі нақты шықты. Біз оларды дәл сол жерде ұстаймыз. Мен ойланып қалдым, бірақ олар толық босаңсу үшін бүгін Серікке қысын жасауымыз керек, деді ол. Мен оның ойын түсіне бастадым. Сіз оны қорқытып, дүрліктіргіміз келеді дейсіз бе? Әділбек аға жымиып жіберді. Дәл солай, қорыққан қылмыскер көп қателік жібереді. Біз оған кеше оның қылмысын көрген адам бар екенін білдіреміз. Шантаж жасап жатқан біреу бар деп ойлайды. Сонда ол Гүлмираны ақша рәсімдеуді жеделдетуге мәжбүрлейді. Олар өздері тұзаққа түседі, ал шантажды өздері өлтірдік деп ойлаған адам болады. Біз үшеуміз отырып, жалған шантаж жоспарын егжей-тегжейлі құрдық. Аяғымдағы ауырсыну жоғалып кеткендей болды. Оның орнын адреналин басты. Қаным қайнап кекке толды. Мен Серіктің жүзін елестеттім. Ол өлді деп ойлаған әйелі тірі оралып, оның ең қорқынышты түсіне айналған сәтті. Сол күні Серікбай ескі пикаппен жақын маңдағы аудан орталығына барып келді. Әділбек ағаның тапсырмасымен ол арзан смартфон мен тіркелмеген жаңа сим карта сатып алды. Сондай-ақ ол ерекше тапсырманы орындау үшін қайтадан көл жағасына барды. Кешкі 5 шамасында ол лашыққа оралды. Қолында жаңа телефон және жаңа түсірілген сурет. Мен телефонды алып экранға қарадым. Суретте менің сынған, бүлінген мүгедектер арбам көл жағасына шығып қалған, ал оның бір дөңгелегінде жарқылдаған қымбат сағат жатыр. Жүрегім зу ете қалды. Бұл Серіктің сағаты. 2 жыл бұрын туған күніне өзім сыйлаған едім. Әлбетте, кеше мені итерген кезде қолынан түсіп кеткен. Серікбай аға оны таңертең шөп арасынан тауып, дәлел ретінде әдейі арбаға қойып суретке түсірген. Әділбек аға риза болып оның иығынан қақты. Тамаша жұмыс, Серікбай аға, рахмет. Ол маған қарап салқын жымиып қойды. Бұл сурет Серіктің жүрегін бір сәтке тоқтатуға жеткілікті. Мен экрандағы суретке қарап терең демалдым. Ішімде бір-біріне қарама-қайшы сезімдер арпалысып жатты. Көлдің мұздай суы, өлімге қаншалық жақын болғаным, бәрі қайта көз алдыма келді. Бірақ енді ойын менің бақылауымда еді. Мен хабарлама қосымшасын ашып, Серіктің нөмірін тердім. Оны жатқа білетінмін. Суретті тіркеп, бір сәтте кідірмей қорқыту мәтінін жаздым. Кеше кешкісін перістен естігеніңді көрдім. Сағатың менде дәлел. Сонымен бірге әйеліңді итерген сәтің түсірілген видеода бар. 25 миллион теңгені қолма-қол дайында. Ертең түске дейін ақша болмаса, бәрін полицияға беремін. Мені іздеуге тырыспа. Өкінесің, жіберу батырмасын бастым. Хабарлама менің өмірімді күйреткен адамға қарай ұшып кетті. Көзімді жұмып, оның реакциясын елестеттім. Журналистердің алдында жылап тұрған сәтінде бұл хабарламаны
Алғандағы түрі жарты сағат өтпей телефонын дір етті. Жауап келген. Бар болғаны 2 сөз. Сен кімсің? Мен салқын жымиып жауап бердім. Әділбек аға дұрыс айтты. Үнсіздік ең қауіпті психологиялық қару. Қорқыныш пен күдік серікті түні бойы жегідей жесін. Ол 25 миллионды қайдан табарын білмейді. Жалғыз жол анамның мұрасын тез арада қолма-қол ақшаға айналдыру. Біздің жоспар дәл соған бағытталған еді. Кешке қарай Серікбай хабарласты. Ол түстен бері көршісіне алған мотоциклмен үйімді сырттай бақылап жүрген. Серік абдырап қалды, деді ол. Үйден жалғыз өзі асығыс шықты. Қала көшелерімен қатты жылдамдықпен жүріп кетті. Серікбай оны алыстап аңдып отырған. Ол Гүлмираның пәтеріне барды. Жерасты автотұрағында кездесті. Екеуі қатты ұрысып жатты. Серік телефонын көрсеткенде Гүлмираның оңы бірден ағарып кетті. Екеуінің де қимылынан үрей анық байқалды. Мен үнсіз тыңдап жұдырығымды түйдім. Тұзақ жұмыс істей бастаған. Келесі таң шешуші күн еді. Жоспар бойынша Серік үйдің алдында баспасөз мәслихатын өткізді. Лашықтағы кішкентай теледидардан мен оны тікелей эфирде көріп отырдым. Қара жейде киген, көздері ісіп қызарып кеткен, түні бойы жылаған адам сияқты. Ол микрофондардың алдында дірілдеген дауыспен сөйледі. Мен жанымның жартысынан айырылдым деп жылады. Әйелім, біз көл жағасында тұрғанбыз. Ол тайып кетті. Мен құтқаруға тырыстым, бірақ су тым терең еді. Менің жүрегім айнып кетті. Әр сөзі өтірік, әр көз жасы жалған, ал халық оны аяп отыр. Сол сәтте Әділбек ағаның телефоны шырылдады. Бірнеше хабарлама келді. Нұргүлден, деді ол. Хабарлама ашқанда оның жүзінде жеңілдік ұялады. Ол орындады. Мен экранға үңілдім. Нұргүл ондаған сурет жіберді. Қара былғалы дәптердің әр беті түсірілген. Онда Серіктің қарыздары, пайыздары, қылмыстық топтың атаулары, келісімдер бәрі анық жазылған. Бұл ешкім жоққа шығара алмайтын дәлел еді. Жарайсың Нұргүл, деді Әділбек аға риза болып. Ол дереу барлық материалды сенімді полиция қызметкеріне жіберді. Сонымен бірге менің телефонымдағы аудиожазбаны да тіркеді. Енді оларды ұстауға ордер шығарылады, деді ол. Біздің кезек келді. Мен бамбук қабырғадағы көмескі айнаға қарадым. Айнадағы әйел бұрынғы әлсіз Айсұлу емес еді. Бұл өз өлімінен қайта тірілген жан. Мен таңертең әкеленген қатаң костюмді кидім. Шашымды жинап, таяғымды қолыма алдым. Аяқтарым әлі ауырса да, ішімдегі от маған күш берді. Дайынсың ба Айсұлу, деді Әділбек аға пиджагын түзеп. Сыртта қара көлік күтіп тұр еді. Мен есікке тіке қарап басымды изедім. Толық дайынмын. Ендеше күйеуімнің мерекесіне барайық. Өткеннің елесі өз еншісін алатын уақыт келді. Біз үшеуіміз, мен, Әділбек ағаны, Серікбай аға көлікке отырдық. Қозғалтқыш көретіп бізді қалаға қарай жөнелді. Мақсатымыз Гүлмира жұмыс істейтін сәнді кеңсе ғимараты. 5-ші қабаттағы жабық бөлмеде Серік қазір мазасызданып, бірақ сонымен қатар жеңісін күтуде отырған болар. Ол бүгін ақшаны қолға түсіріп, шантажшының құтылып, еркін өмір бастаймын деп ойлайды. Бірақ ол бір нәрсені білмейді. Сол шантажшы дәл қазір осы көлікте келе жатыр. Ақша үшін емес, оның өмірін түбірімен қирату үшін. Тұзақ құрылды, жемделді. Енді соққы беретін сәт келді. Енді жіпті бар күшпен тартып, оларды шынайы әділдіктің көз алдында тасталған ететін сәт келді. Қара седан рөлінде Әділбек қала ортасындағы зәулім ғимараттың жерасты тұрағына баяу кірді. Осы ғимаратта Гүлмира жұмыс істейтін нотариалдық кеңсе орналасқан. Көліктің ішінде тыныштық орнаған, бірақ ауа шиеленіске толы. Мен терезеден өз бейнеме қарадым. Жүзім бозарып кеткен, бірақ жас сүйегім қатты түйілген. Жанымда Серікбай үнсіз отыр. Оның қажырлы кедір-бұдыр қолдары айқасқан күйі кез келген сәтте мені қорғауға дайын. Әділбек аға қозғалтқышты өшіріп, маған бұрылды. Полиция тобы ғимараттың қолында күтіп тұр. Олар азаматтық киімде бізбен бірге көтеріледі де есік алдында тұрады. Барлығы дайын. Ол бір сәт кідіріп маған тіке қарады. Айсұлу, сен тек ішке кіріп олардың әлемін күйретуің керек. Мен баяу бас изедім. Серікбай аға бірінші болып түсіп есікті ашты. Оның көмегімен мен көліктен түсіп, таяғыма сүйене отырып бетон еденге қадам бастым. Аяқтарым әрі сырқырап тұр,
бірақ бұл ауырсыну кешегі өлімнен салыстырғанда ештеңе емес. Мен терең тыныс алып лифтіге қарай жүрдім. Таяғымның әр соққысы Серікке арналған үкім сияқты естілді. Біз ғимараттың холлына кірдік. 3 ірі денелі ер адам Әділбек аға жақындады. Бұл полиция қызметкерлері. Олар маған құрметпен бас изеді. Бірі белгісін сәл көрсетіп, кез келген сәтте әрекетке дайын екенін білдірді. Бәріміз лифтке кірдік. Лифті 5-ші қабатқа көтеріле бастады. Сандар бірінен соң бірі ауысып, жүрегімнің дүрсілімен үндесіп тұрды. Есік ашылды. 5-ші қабаттағы дәліз сән салтанатқа толы еді. Қалың қызыл кілем біздің қадамымызды жұтып жатыр. Дәліз соңында алтын өрнекті қос есік тұр. VIP келіссөз бөлмесі. Әділбек аға полицияға белгі берді. Олар есіктің екі жағына жайғасты. Мен алға шығып есіктің алдында тоқтадым. Көзімді жұмып, бір сәт тыныштыққа шомдым. Сосын есікке құлағымды жақындаттым. Іштен дауыстар естілді. Серік, бәрі дайын Гүлмира. Банк қолтаңбаларды тексерді. Дауысы асығыс, мазасыз. Сабыр сақта, Серік. Менеджер мырзаның алдында өзіңді ұста, деді Гүлмира кәсіби үнмен, бірақ оның да қобалжып тұрғаны анық. Құрметті мырза, бүгін таңертең полиция өлім құжатын растады. Өсиет бойынша барлық активтер Серікке өтеді. Құжаттарды тағы бір қарап шығыңыз. Басқа ер адамның дауысы шықты. Банк қызметкері болса керек. Құжаттар заң талабына сай, бірақ мұндай көлемдегі қаражатты 25 миллион теңге қысқа уақытта қолма-қол алу үшін арнайы рұқсат қажет. Маған ақша дәл қазір керек, деді Серік үстелді ұрып жіберді. Мен заңды күйеуімін. Бұл мүлік енді менікі. Маған бұл ақша әйелімді іздеуге керек. Менің жүрегім айнып кетті. Өз өлімімді сылтау етіп, ұрлық жасап отыр. Гүлмира дереу араласты. Кешіріңіз, клиентім ауыр күйде, әйелі қайтыс болды, түсіністікпен қараңыз. Жек көрініш тамағына тығылды. Қандай мінсіз екі жүзділік. Олар менің өлімімді пайдаланып, бар байлығымды ұрламақ. Әділбек аға маған қарады, жай ғана бас изеді. Сәт келді. Мен сол қолыммен есіктің тұтқасын итердім. Оң қолым таяққа тірелген. Есік сықырлап ашылды. Бөлмедегі барлық әңгіме бір сәтте тыйылды. Ішінде үлкен дөңгелек үстел. Серік, Гүлмира және 2 банк қызметкері. Барлығы есікке қарады. Уақыт тоқтап қалғандай, ауа қатып қалғандай. Серіктің көзі шарасынан шықты. Бір сәт бұрынғы ашулы жүзі әп сәтте әппақ болып кетті. Аузы ашылды, бірақ дыбыс шықпады. Ал Гүлмира, ол да орнында қатып қалған. Сол сәтте әлгі жылан Гүлмира қолындағы қымбат қаламын түсіріп алды. Денесі қалш-қалш етіп, тозақтан қайта тірілген біреуді көргендей дірілдеп тұр. Мен бөлмеге кірдім. 1 қадам, 2 қадам. Иегімді жоғары көтеріп, тура Серіктің көзіне қарадым. Артымнан Әділбек пен Серік баяға кіріп, менің тірегімдей болып тұрды. Қайырлы күн, дедім суық үнмен, өлі тыныштықты бұзып. Өз мұрамды бөлісуге арналған маңызды кездесуге кешігіп қалғаным үшін кешірім сұраймын. Банк менеджері көмекшісі абдырап қалды. Айсұлу ханым, бірақ сіз кеше қайтыс болды деді ол тұтығып. Көріп тұрғаныңыздай мен тірімін, дедім сабырмен. Ең қызығы, мен қайтадан жүре аламын. Күйеуім мұны мүлде күтпеген еді. Сол сәтте Серік есіне келгендей болды. Ол орнынан атып тұрып, жалған қуаныш кейпін киіп, жаным Құдайға шүкір, сен тірі екенсің, деді ол құшағын жайды. Ол маған жақындай берді. Қайда болдың? Мен сені бүкіл жерден іздедім. Сен көлге батып кетті деп ойлап, есімнен айырылдым. Бірақ дәл сол сәтте Серік баяға алға шығып жолын кесті. Қолыңды тигізбе, деді гүр еткен дауыспен. Бұл ханымға лас, қолыңды жақындатпа. Серік тоқтап қалды, жүзі ашудан бұзылып кетті. Сен кімсің өзі? Өз әйелімді құшақтауға қалай кедергі жасайсың? Мен мысқылдап күлдім. Болды Серік, бұл жер сахна емес, мұнда журналистер жоқ. Енді ешкімді алдай алмайсың. Сен мені көргенде қуанған жоқсың. Сен қорқып тұрсың, өйткені сенің құрбаның тірі қайтып келді. Не айтып тұрсың деп сасқалақтады. Суық су ақылына әсер еткен сияқты. Жүр, үйге қайтайық. Ол әлі де қамқор күйеуін рөлін ойнауға тырысты, бірақ самайынан тер сорғалап тұр. Мен қалтамнан телефонымды шығарып, жоғары көтердім. Мынаны таныдың ба Серік? Кеше мен оны күртемнің қалтасына жасырып қойғанмын.
Бұл телефон бәрін жазып алды. Серіктің жүзі сұрланып кетті. Гүлмира орнынан атып тұрып, «Серік, бұл не айтып тұр?» деп айқай салды. Мен бір сәтте кідірмедім. Телефондағы жазбаны қосып, дыбысын барынша күшейттім. Бөлме ішінде анық естілді арбаның сықыры, менің ауыр тынысым. «Қымбаттым, қарашы, күн қандай әдемі!» Серіктің тыныш дауысы. «Иә, бірақ суық, үйге қайтсақ?» деді менің үрейлі даусым. Қадам дыбысы. «Өл ақмақ, бәрі енді менікі болады». Судың тарс еткен дыбысы. Менің тұншығып шыққан айқайым. Сосын олардың күлкісі. Өлімімді тойлап тұрған сәттері. Банк қызметкерлері шошып, ауыздарын жауып қалды. «Бұл дауысыз дәлел еді. Бұл жалған», деді шыңғырып жіберді Серік. «Сен мені қолдан жасалған дауыспен жамандап тұрсың. Сен есіңнен адасқансың». Сол сәтте Әділбек аға алға шықты. Портфелін үстелге тарс қойды. Ішінен суреттерді шығарып, үстелге шашып жіберді. «Егер бұл жалған десеңіз, онда мынаны қалай түсіндіресің, Серік мырза?» Оның даусы нық әрі суық шықты. «Бұл сіздің сейфіңізде сақталған қара дәптердегі жазбалар, қарыздарыңыз, қылмыстық топпен келісімдеріңіз. Бұл сіздің әйеліңізді өлтіруге неге барғаныңызды толық дәлелдейді». Серіктің қорғанысы бір сәтте күйреді. Ол шегініп барып орындыққа сүрінді. Көзі алақтап Гүлмираға қарады. Бірақ ол да сатқындық жасады. «Бұл сенің жоспарың еді», деді айқайлады Гүлмира. «Мен тек құжатпен көмектестім». «Жап аузыңды», деп Серік ақырды. «Бұл ойды сен айттың, өсиетті саңылауды да сен таптың». Екеуі бір-біріне тап беріп итше ырылдасып кетті. Мен оларды үнсіз бақылап тұрдым. Бұл көрініс мен үшін әділ жазаның басы еді. Әділбек аға белгі берді. Есік ашылып, 3 полиция қызметкері кірді. «Серік және Гүлмираны», деді олардың бірі. «Сіздер қамауға алыныңыздар. Айыптар кісі өлтіруге оқталу, құжаттарды қолдан жасау және мүлікті шаңсыз иемдену мақсатындағы сөз байласу», деді аға тергеушісі қолына кісен салып. Полицейлер жақындай бергенде Серік үрейі бір сәтте жабайы ашуға айналды. Бұрышқа тірелген аң сияқты ол кенет маған қарай ұмтылып, тамағымнан алмақ болды. «Егер мен түрмеге түссем, сені де өз қолыммен өлтіремін», деп айқайлады ол есінен танып. Бірақ оның лас қолы жағама жетпей, Серікбай найзағайдай жылдамдықпен қимылдады. Теңіз дауылында ауыр тор тартуға үйренген қарт балықшы оның тізесінен қатты теуіп, тізерлетіп түсірді. Келесі сәтте оның қолын артына қайырып, басын қызыл кілемге басты. «Енді ешқашан оған қол тигізуге батпа», деді ол ашуын тежеп. Полицейлер дереу Серікті кісендеді. 3-ші қызметкер Гүлмираны ұстап, қолына кісен салды. Ол жылап, қарсылық көрсетіліп жатты. Екеуінде күштеп бөлмеден алып шықты. Мен күйеуіме соңғы рет қарадым. Бұл суық жеңістің көзқарасы еді. Менің көз жасым әлде қашан көл түбінде қалған. Ал енді ол темір тордың ар жағында қан жылайтын болды. Ұзақ уақыт бойы. 6 ай өтті. Жаңбырлы маусым артта қалып, орнына жылы жаз келді. Самал жел шашымды тербетіп тұр. Енді мен оны еркін жіберіп жүремін. Мен қалалық сот ғимаратының алдындағы ағаш орындықта отырмын. Іштен Әділбек Сәрсенұлының шығуын күтіп отырмын. Бүгін соңғы үкім жарияланатын күн. Соңғы жарты жыл ішінде мен полиция мен сотқа қайта-қайта барып, куәлік бердім, дәлелдер ұсындым, ауыр тергеулерден өттім. Бұл іс қоғам мен бақ назарын өзіне аударды. Күйеуінің қолына өлмек болған әйел бүкіл ел талқылаған тақырыпқа айналды. Серік қалған ақшасына қымбат адвокат жалдады. Ол өзін психологиялық күйзелістен зардап шеккен адам ретінде көрсеткісі келді. Бірақ оның барлық өтірігі күйреді. Данияр Оразұлының куәлігі, Нұргүл түсірген дәптердегі дәлелдер және менің аудиожазбам бәрін ашып берді. Ал Гүлмира Ерланқызы өз жазасын жеңілдету үшін куәгер болуға тырысты. Ол бәрін айтып берді, апатты қалай әдейі ұйымдастырғандарын, маған дәріні қалай беріп жүргендерін. Бірақ бұл оны құтқара алмады. Оны нотариустық лицензиясын өмір бойына қайтарымсыз алынды. Сот есігі ашылды. Әділбек аға күлімсіреп шықты. Жанында жүзінен қуанышты өлген Нұргүл Талғатқызы. Мен орнымнан тұрдым. Енді маған таяқтың қажеті жоқ еді. Иә, осы 6 ай ішінде мен толық жазылдым. Физиотерапия мен ішкі күштің арқасында аяқтарым қайта қалпына келді.
мен қайтадан тік жүретін болдым. Қандай үкім шықты деді, демімді ішіме тартып. Әділбек аға қолымды қысты. Әділдік жеңді Айсұлу. Серік өмір бойына бас бостандығынан айырылды. Шартты босату құқығынсыз. Сонымен қатар оның салықтан жалтарғаны да дәлелденді. Мен көзімді жұмдым. Ал Гүлмира, ол 25 жылға сотталды, құжаттарды қолдан жасағаны және қастандыққа қатысқаны үшін. Екеуі де енді өмірінің соңына дейін еркіндік көрмейді. Сол сәтте кеудемді жеңілдік кернеді. Қанша уақыт бойы жанымды қысып тұрған ауыр жүк бір сәтке жоқ болды. Мен терең демалдым. Ақыры бәрі аяқталды. Мен Әділбек Сәрсенұлын құшақтап, артынан қуанғанына жылап тұрған Нұргүлді бауырыма бастым. Бұл жеңіс тек менікі емес еді. Бұл көктен бақылап тұрған анамның жеңісі. Бұл әділет үшін күресуге батыл жеткен әрбір жанның жеңісі. Үкім шыққаннан кейін бір апта өткен соң мен өзен сағасының жағасында тұратын Серікбай ағаның ауылына бардым. Көлігімді баяғы лашық тұрған жердің жанына қойдым. Серікбай аға есігін алдында отырып, жыртылған балық аулайтын торын жамап отыр екен. Мені көргенде орнынан тұрып жылы жымиып қарсы алды. Айсұлу, қош келдің. Теледидардан жаңалықты көрдім. Қатты қуандым деді шын көңілмен. Мен де жымиып, бұл сіздің арқаңызда. Сол түні сіз көмектеспегенде бәрі басқаша аяқталатын еді дедім. Сосын сөзімді жалғадым. Мен тек қонаққа келген жоқпын. Сізді Айлаққа бірге баруға шақырамын. Бір нәрсе көрсеткім келеді. Ол таңырқай ерді. Біз тас жолмен жүріп балықшылар қайықтарын байлайтын шағын Айлаққа жеттік. Айлақтың соңында ақ түске боялған жаңа заманауи балық аулау кемесі тұр екен. Бүйірінде ірі әріппен қорғаушы періште. Кеме қуатты қос қозғалтқышпен, заманауи навигациямен және үлкен тоңазытқыш бөліммен жабдықталған. Мен оған қарап, бұл сіздің жаңа кемеңіз, құжаттары сіздің атыңызға рәсімделген. Сонымен қатар балаларыңыздың университет бітіргеніне дейін оқуына арнайы есепшот аштым дедім. Серікбай ағаның көзі үлкейіп кетті. Ол бір сәтке тіл қатпай қалды. Сосын тізерлеп отыра кетті. Бетін қолымен жауып жылап жіберді. Айсұлу, бұл тым көп. Мен сізге сый үшін көмектескен жоқпын. Мен жай ғана қарапайым адаммын деді дауысы дірілдеп. Мен де тізерлеп оның иығынан ұстадым. Серікбай аға, сіз менің өмірімді құтқардыңыз. Өмірдің бағасы жоқ. Бұл сіздің жақсылығыңыздан берілген алғыс. Қабыл алыңыз. Енді ескі қайықпен дауылға қарсы шықпай, қауіпсіз жұмыс істей аласыз. Ол көз жасын тыя алмай қайта-қайта алғыс айтты. Ал менің жүрегім жылуға толды. Біреудің өмірін өзгерту кез келген байлықтан қымбат екен. 3 айдан кейін біздің көл жағасында саяжайда үлкен шара өтті. Бір кезде менің өліміме куә болған жер енді мүлде басқа кейіпке енген. Мен бұл жерді сатпауға шешім қабылдадым. Қашудың орнына оны күшке айналдырдым. Саяжай толық жөнделіп, жаңа атаумен ашылды. Үміт сәулесі қоры. Бұл тұрмыстық зорлық көрген әйелдер мен балаларға арналған тегін оңалту орталығы. Аула қонақтарға толы еді. Дәрігерлер, психологтар, жергілікті басшылар, демеушілер. Алдыңғы қатарда іскер кейіптегі Нұргүл. Енді ол қордың логистика бөлімін басқарады. Жанында Әділбек пен Данияр құрметті кеңесшілер ретінде тұр. Мен көлге қараған шағын мінберге шықтым. Жиналған жұртқа сенімді көзқараспен қарадым. Бір кездері бұл жерде өз қабірім деп ойлаған едім, дедім микрофонға. Даусым кешкі тыныштыққа жаңғырып кетті. Дәл осы жерде менің қанатымды сындырды ең сенген адамдарым. Бірақ дәл сол қараңғы мұздай судың түбінде мен бір шындықты түсіндім. Әйелдің өміріне деген күші кез келген логикадан күшті. Бұл қор өзін әлсіз, қажетсіз, сатқындықтан жаншылған сезінген жандар үшін. Біз бірге жарамызды емдейміз. Біз әлсіз құрбан емеспіз. Сынбайтын күрескер екенімізді дәлелдейміз. Қол шапалақтау толқыны бүкіл аумақты толдырды. Кешкі ас басталған соң мен баяғы ағаш періске қарай жалғыз бардым. Сол тағдырлы жер. Мен шетіне барып тұрдым. Жел бетімді сипайды. Күн көкжиекке батып, көл бетіне алтын қызғылт сәуле шашып тұр. Бұл су енді қорқынышты емес,
бұл әлсіз Айсұлудың өлген жері және еркін мықты әйелдің қайта туған жері. Мен терең демалдым, еркіндік ауасын өткенім сол көл түбінде қалды. Серік бәрі менікі болады деген еді. Ол қатты қателесті. Менің өмірім, менің қадамдарым, менің болашағым енді тек маған ғана тиесілі және оны енді ешкім тартып ала алмайды. Әңгімені соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарийге қай қаладан тыңдап отқандарыңызды жаза кетіңіздер және міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.